وإذ قال الله يا عيسى ибн Мариям, Исаны алып келеді екен, Исаның қауымы. Сонда Аллах Тағала Исаға сөйлейді екен: ей Мариям ұлы Иса, соттарыңыз қандай? Біз білеміз ғой, Исаға байланысты Аллах Тағалада белгілі ғой бүкіл нәрсе. Исаның қалай болғаны, қалай жасағаны да қуатты. Бірақ сотта қараңыз қандай, анандай сотта қараңыз қалай Алла Тағала әділетті сот деген нәрседе. Ей Мариям ұлы Иса, әнта құлта линнаси иттахузуни ва уммия илахайни мин дунилла. Сөйлемге қараңыздар, қорқып кетесің өзің. Ей Мариям ұлы Иса, сен бе мына адамдарға айтқан, өзіңді және анаңды Алладан өзге құдай қылып алыңдар деп. Қараңыз, Исаның жағдайы қандай болады ана жерде? Егер Исадан солай сұралса, біз кімбіз? Міне бұл билік айтылатын күн деген не құрмет жамағат. Сен бе айтқан солай дейді. Қоля субханака, Иса қорыққан. Раббым, сен пәксің кемшілік сипаттардан, пәксің Раббым. Хақым жоқ нәрсені қайтып айтамын, Раббым, олай мен. Ин кунту култуху, қорыққандағы сөзді қараңыз, егер мен солай айтқан болсам, Раббым, фақад алимта, сен білесің ғой оны, Раббым. Та'ламу ма фи нафси, сен менің ішкі дүниемдегін білесің. Ла а'ламу ма фи нафсик, мен білмеймін сен дегені, я Раббым. Сот. Иннака анта алламул ғуюб, бүкіл ғайыптарды сен білесің, Раббым. Ма қулту лахум илля ма амартани бихи ан я'будуллаха рабби ва раббахум. Мен оларға тек сен бұйырған нәрсені ғана айтқам, Раббым. Менің Раббым, сендердің Раббыларың, Аллаға ғана құлшылық қылыңдар деп айтқам. Мен басқа сөз айтпадым, Раббым. Исаның сөзін қараңыздар. Факунту шахиден алейхим ма думту фихим. Сол сөзді соларға қайта-қайта айтып, сол сөзді аттап кетпесін деп, араларында жүрген кезде куә болып жүрдім. Аллаға сиыр қосып қоймаңдар. Алладан басқа тәңір жоқ, Аллаға ғана құлшылық қылыңдар. Фаламма таваффайтани, сен мені көтеріп әкеткен кезде, фа анта кунта рақиба алейхим. Одан кейін сен оларды бақыладың, Раббым, мен білмеймін одан кейін не болғанын. Ва анта ала кулли шайин шахид, Раббым, сен бүкіл нәрсенің куәсісің. Сосын ана халықты көреді, ана халықтың жағдайы қиын. Исаның жүрегін қараңыздар. Ин туғаззибхум, Раббым, егер бұларды сен азаптап жіберсең, фа иннакум ибадук, сөз жоқ, бұлар сенің құлдарың, сен құлдарыңмен не істейін десің де, сен сұрамайсың. Ва ин тағфир лахум, Раббым, егер кешіре салсаң бұларды, қараш, кешіре салсаң, Раббым, фа иннака антал азизул хаким, сөзсіз, сен ғой биліктің иесі, Раббым, сен табасың ғой, сен себебін табасың ғой. Ва қала Аллаху хаза яумун янфағу садиқина сидқухум дейді. Бұл күн шыншылдарға, қараңыздар, шыншылдарға шындығы пайда беретін күн дейді. Аллах Тағала сөйтіп айтады. Лахум джаннат деп айтылады арғы аят. Қараңыздар, жаңа Иса секілді адамдарға жаннат, оларға қараңыздар қандай нәрсе. Тажри мин тахтихал анхару холидина фиха абада, мәңгілікке кіреді олар онда. Радияллаху анхум ва раду анх, Алла олардан риза, олар Алладан риза. Міне қалай аяқталады сот. Инна раббака хуа яфсилу яумал қиямати, қараңыздар, байнакум фима кану фихи яхталифун. Ей пайғамбар, сенің Раббың ол күні бүкіл нәрсенің арасында билік жасайды. Қайындай нәрседе таластыңдар,
таласқан нәрселерінің барлығына билік айтамын дейді. Мен ол күні Раббың сенің шешеді дейді сол сотты сол күні. Нухтың жағдайы. Абаллахта я Нух, баллахту я Рабби. Жеткіздің бе ей Нух қауымыңа менің айтқанымды? Қиямыз қияметте. Алла біледі ғой бәрін. Бірақ сотты қараңыз қалай болады. Нух, жеткіздің бе сен қауымыңа? Жеткіздім Раббым. Жеткіздім бе сендерге, ей қауымы? Жеткізген жоқ. Я Нух, мен яшхаду алейк, қараңыздар. Мен яшхаду лака. Ей Нух, кім саған куә болады бүгін? Бар ма куә? Бар я Раббым. Кім? Мухаммадун ва уммату. Мұхаммед пен үмбеті Раббы. Құраннан бізді таныған. Мұхаммед пен үмбеті бізге болса, бізге куә болар. Сол кезде пайғамбарымыз аятта айтты: "Казалика жаалнакум умматан васата." Біз сендерді, ей Мұхаммедтің үмбеті, сондай бір ортада тұратын, положениеға қарайтын үмбет қылып қойдық сендерді дейді. Литакуну шухада алан нас. Бүкіл адамдарға дүниеде болсын, ақыретте болсын, куә болсын деп сендерді. Міне пайғамбарымыздың үмбеті. Осындай сот болады, құрметті жамағат. Сондықтан біреуге бір ренжітіп қойған нәрсеңді еске ал. Еске ал. Оны былай жіберме, ол қияметте келеді, құтыламайсың одан. Ол түзетілмейді қияметте, мүмкін емес оны түзету. Бүгін сыну керек соны түзету үшін да. Бүгін тәкаппарлығыңды сындырып барып кешірім сұрау керексің. Кешірім сұрай алмай жүрген болсаң. Не керек сені кешірім сұрай алмай жүрген күйің? Кімге еркектік болады ол? Барда сын. Айт, кешір мені бауырым. Мен Раббымнан қорқам ол күннен. Мен қорқам ол күні сенімен таласып тұрудан. Міне мұсылманның күйі да. Ол сондай сот. Елшілердің өздері жаңағындай жағдайда сұраққа тартылса, өзіңіз ойлаңыз. Басқалардың жағдайы қандай болмақ? Әрбір шындықты Алла Тағала солай сұраса, өтіріктің жағдайы қалай болады онда? Әрбір шындықты жаңағындай қылып сұраса. Яғламу анналлаха шадидул иқаб. Ей адамдар, бірінші біліп алыңдар, Алла Тағаланың азабы қатты. Содан кейін барып біліңдер. Уағламу анналлаха ғафурур рахим. Сосын біліңдер, Алла өте кешірімді, өте мейірімді. Бірақ бірінші қорқу. Қорқып жылап атқан кезінде кешірімді, мейірімді екенін